Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі. Қазақ әдебиеті пәні, 1-ші курс, 115-ші топ, шебер наубайханашы мамандығы. Оқытушы Бөлекбаева Назгүл Исадынқызы. Сабақтың тақырыбы Қасым Аманжоловтың өмірі мен шығармашылығы. Сабақтың мақсаты: 1. Қасым Аманжоловтың өмірі мен шығармашылығын меңгерту, жеке тұлғасын таныту, ақын шығармашылығына қызығушылықтарын ояту. 2. Білім алушылардың берілген материалдарды қорыта алу, шешім шығару дағдыларын дамыту, шығармашылыққа баулу, рухани танымын кеңейту. 3. Туған халқының талантты ақынына, әдебиетке, туған елге деген сүйіспеншілік сезімдерін оятып, адамгершілікке тәрбиелеу. Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымыз қыран қанатты дауылпаз ақынымыз Қасым Аманжоловтың өмірі мен шығармашылығына арналады. Олай болса, Қасым ақынның өмірі мен шығармашылығына шолу жасайық. Қасым Аманжолов 1911 жылы 10 қазанда қазіргі Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Қызыларай қыстауында дүниеге келген. Әке-шешеден жастай жетім қалған ол, біраз жыл ағасының қолында өседі. Алғашында жаңадан ашылған ауыл мектебінде оқып, сауатын ашады. Кейін 1924 жылы ағасы Қасымды Семей қаласындағы интернатқа орналастырады. Қасым онда 1927 жылға дейін тәрбиеленеді. Одан әрі қарай 3 жыл Семей мал дәрігерлік техникумда оқиды. Алғашқы өлеңдерін де осы кезде жаза бастайды. 1933 жылы міндетті әскер қатарына алынып, әскери міндетін Орал қаласында өтейді. Қасым Аманжоловтың ақын, азамат болып қалыптасуына осы Орал қаласы үлкен әсер етті. Осы қалада ол ең алғашқы махаббат, жастық жырларын жазды. 1936-1941 жылдары Қасым Аманжолов Алматы қаласына келіп, Социалистік Қазақстан, Лениншіл жас газеттерінде және жазушылар одағында қызмет істейді. Бұл кездері ол өлеңмен қатар әртүрлі тақырыпта мақала, очерк және фельетон жазады. 1938 жылы тұңғыш өлеңдер жинағы «Өмір сыры» деген атпен жарық көреді. 1939-1941 жылдар арасында Қасым Аманжоловтың шығармашылық өрлеу дәуірі басталады. Осы кездерде жазған «Нар тәуекел», «Дауыл», «Көкшетау», «Орамал», «Заула-заула түркісі», Сұлтанмахмұт туралы баллада сияқты өлеңдерінде өрісті ойлар, терең сезім қуаты, өткір тіл байлығы байқалады. Және де Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Байрон, Маяковскийдің шығармаларын қазақ тіліне аударуы Қасымның шығармашылық өнерінің өсу жолын анықтай түседі. Қасым қалың жұртшылыққа өзінің ақындығымен, аудармасымен ғана емес, сонымен қоса әнімен, домбыра, сырнай, скрипка, пианино тартатын әдемі өнерімен де танылған. Ол өз өлеңіне ән шығаруды өте қызық көрген. Дариға, Туған ел атты өлеңдері бүгінгі жақсы әндер тізіміне қосылады. Қасым Аманжолов тек қана лирик емес, сонымен қоса эпик ақын. Дүние қандай жап-жарық, сақып жамал, күйім тасып барады күйім тасып, жаным сәулем, еркешім, қызыл гүлім атты өлеңдері Қасымның лириктігін танытса, ақын өлімі туралы аңыз, боран, біздің дастан, Жамбыл тойында атты поэмалары оның эпиктігінің дәлелі. Ақын 1941 жылы армия қатарына шақырылады. 1941-1943 жылдары қиыр шығыста болған Қасым 1943 жылы батыстағы майданға ауыстырылады. Содан соғыс аяқталғанға дейін қанды қырғын, қып-қызыл өрттің ішінде болады. Намыскер, өр, қайсар Қасым жауынгерлік міндетін жан аямай атқарады. Қиыр шығыс пен батыстағы майдан аралығындағы ұзақ сапар, атамекен Қазақстанын қақ жарып өтетін жол, әсершіл, ұшқыр қиялды ақын жанын қатты тебірентеді.
Соның нәтижесінде Орал, Сарыарқа, Байкал, өтіп бара жатырмын тәрізді тек Қасымның ғана емес, сол кездегі бүкіл қазақ поэзиясының жетістігі болып саналатын өлеңдері дүниеге келеді. Соғыс майданында жүріп, Қасым көптеген лирикалық өлеңдер жазған. Үстімде сұр шинелім, Мартбек, Жеңіс дауысы, Орал, Ертіс, Сибир, Сарыарқа сияқты өлеңдері туған жердің сыр-сипатын, сұлулық бейнесін, соғыс өмірін суреттейді. Ал елге хат, достар қайда жүрсіңдер, ағайға деген өлеңдері туған елді, дос-жорандарын, ағайын туыстарын сағынған солдаттың сезім дүниесін жырлайды. 1943 жылғы сұрапыл кезеңде дүниеге келген Қасымның бір ерекше өлмес туындысы «Ақын өлімі туралы аңыз» атты поэмасы. «Ақын өлімі туралы аңыз» поэмасы Қасым Аманжоловтың ғана емес, бүкіл қазақ поэзиясының жанрындағы үздік жетістігі болып табылатын бұл туындыға жас ақын Абдолла Жұмағалиевтің майданда көрсеткен ерлігі арқау болған. Ақындық дарыны үлкен үміт күттірген Абдолла намысқой, отаншыл, қайсар жігіт екен. Майданда соғысып жүріп, оның бөлімшесі немістердің қоршауына түседі. Бір үйдің шатырына паналап, ұрыс жүргізеді. Жолдастары түгел отқа ұшады. Абдолла жалғыз өзі автоматтан оқ жаудырып, немістің рота әскерін үйге жолатпайды. Көптеген солдатын қырғынға ұшыратады. Жау, Абдолла беріл, кінәңді кешеміз деп хабарлайды. Абдолла берілмей соғыса береді. Ақыры немістер үйді өртейді. Әдетте, отқа адам төзе алмай қашады екен. Бірақ Абдолла тапжылмай, үймен бірге өртеніп кеткенше қарсылық көрсетумен болады. Поэма Абдолла өмірінің осы бір соңғы кезеңін суреттеуге құрылады. Ақын образды жау қоршауында, от ортасында қалған батырдың бір сәттегі ерлік ісін көрсету арқылы ашады. Туған елінің ерлік дәстүрі мен жауынгерлік антына берік азамат кейпі санада туған жалынды толғаныс арқылы да толыға түседі. Поэма аз сөзбен берілген соғыстың сұрапыл суретінен басталады. Ұлы отан соғысы аяқталғаннан соң Қасым майдан өлеңдерін газет-журналдарға көптеп бастырумен қатар жаңа өлеңдер жазды. Осы кездері оның «Біздің дастан» поэмасы жазылып, таңдамалы өлеңдер жинағы «Дауыл» деген атпен жарық көрді. 1949-1952 жылдары Қасым Аманжоловтың «Балбөбек», «Нұрлы дүние» жинақтары және таңдамалы шығармалар жинағы басылып шықты. 1947 жылдан бастап Қасым сырқаттанып, ара-тұра жатып қалып жүрді. Бірақ қандай ауыр халде жатса да, өлең жазуын тоқтатқан жоқ. Сырқаты дендеген кездерде Қасым өзінің ақындық өмірі туралы жазатын. Бұған дәлел оның «Өзім туралы» атты өлеңі. 1954 жылы қыркүйек қазан айларында Қасым Аманжолов Қазақстан жазушыларының 3-ші съезінің ашылуына қатысты. Осы жылдың желтоқсан айынан бастап сырқаты меңдей түсті. 1955 жылы 18 қаңтарда Қасым Аманжолов мәңгілікке көз жұмды. Құрметті білім алушылар, бүгінгі тақырыпты ары қарай толықтыру үшін сіздер берілген тапсырмаларды орындауға тиістісіздер. Бұл тапсырмалардың қалай орындалатындығын мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Бірінші тапсырма бойынша Қасым Аманжоловтың өмірі мен шығармашылығына байланысты көп нүктенің орнына қажетті сөздер мен сөз тіркестерін қойып жазу қажет. Бұл бірінші тапсырма бойынша. Ал енді екінші тапсырманы түсіндірейін. Екінші тапсырма «Қасым кім?» сұрағына жауап беру. Яғни, Қасым деген қалғыған жанартау ғой. Осы ойды ары қарай жалғастырасыздар. Яғни, бүгінгі сабақ бойынша сіздер Қасымды қай қырынан таныдыңыздар. Сол бойынша ойды ары қарай толықтырыңыздар. Үй тапсырмасы. Бірінші, Қасым Аманжоловтың өмірі мен шығармашылығын оқу. Екінші, өлеңдерін оқып, кестені толтыру. Яғни, Қасым ақынның «Дауыл», «Нар тәуекел», «Атамекен», «Сарыарқа», «Дариғашым», «Нұрлы дүние» атты өлеңдерін оқып, тақырыбы,
идеясы, өлеңдегі ақын мінезінің көрінуі және де сонымен қатар басқа ақындармен үндестігі бар ма деген сұраққа жауап берулеріңіз тиіс. Құрметті білім алушылар, назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.